Ертеңнен бастап, нақтырақ айтқанда маусым шілде айларында мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының жұмысы зерделенеді. Яғни басқарманың қазынадан биыл бөлінген 16,4 миллиард теңгені қаншалықты тиімді игеріп жатқаны таразыға түспек. Облыстық қоғамдық кеңес мәдениеттің жұмысын май шаммен қарауға ниетті. Мониторингті білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, жастар саясаты, қоғамдық даму және жұмыспен қамту жөніндегі комиссия жүргізетін болады. Мемлекет пенен азаматтық қоғамның арасында кері байланысты орнату, яғни осы мемлекеттік органдардың, жергілікті басқару органдарының қызметіне деген халықтың сенімін жаңағы байқау, сосын мемлекеттік қызметтер көрсету деңгейін, оның сапасын байқау, жалпы мемлекеттік бағдарламаның орындалуы, мынау аумақты дамыту бағдарламасының орындалуы, бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы жағдайы біз осы мониторингте сараптама жасайтын боламыз.